Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacy. Барлықтарыңызға сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін біз деген Супер Казахстан серверіндегі МТА ойын түсіретін боламыз. Так, бүгін бізде Супер Казахстан серверіндегі 3 лайфхакты айтатын боламын. Бұл лайфхак пицца жұмысына арналған. Ал біз сіздерге мен осы лайфхакты тизер көрсеткім келіп тұр. Ендеше кеттік. Достар, егер де сіздерде машина жоқ болатын болса, сіздерде тек қана мопед болатын болса, сіз пицца жұмысын мопедпен жасайсыз. Бірақ сізде егер де машинамен жүргенде ыңғайлы ғой, бірақ осы мопедпен жүргенде сіздер өте көп құлайсыздар, түйіскенде ұшып кетеді. Сондықтан сіздер осы лайфхакты қолданыңыздар. Егер де сіздерде осындай жағдай болатын болса, осы лайфхак сіздерге. Сіздер жай ғана F1 кнопкасын басып, F1 кнопкасынан мотодан құламау деген мынаған значок қоясыздар. Болды, все, сіздер енді құламайсыздар. Сіздерге сәтті ойын тілейміз. Кеттік, ендеше келесі лайфхакты көреміз. Достар, егер де сіздер осы серверде алғаш рет кіріп жатырсаңыздар, егер сіздер вокзалдан шығасыздар, вокзалдан тек қана жақын жұмыс пицца жұмысы. Пицца жұмысының картасын білмесеңіздер, сіздерге осы лайфхак сіздерге арналады. Сіздер осылай адасып жүрсеңіздер, бұл өте ақылсыздық. Егер сіздер бірінші алғаш рет кіріп жатсаңыздар да, бұл лайфхакты сіздер дейтін как профессионалдар сияқты жұмысты жасай аласыздар. Ол үшін сіздер мына жақтағы минус плюс арқылы, клавиштер арқылы минус клавишін басып, картаны үлкейтесіздер. Сол кезде сіздерде бәрі чеки-пуки болады, сондықтан сіздер барлығын жақсы атқара аласыздар. Мінекей, осылай бәрі көрініп тұратын болады. Ендеше біз келесі лайфхакқа кеттік. Достар, егер де сіздерде осындай Lexus немесе ердәулеттікінде крузак болмаса, сіздердің мопедтеріңіз тартпайтын болса, осы лайфхак сіздерге арналады. Менің қазір мопедім қанша тартпаған көріп тұрсыздар, 120, 130, 140, 150, 180 ұстайды. Айттым ғой, 180 немесе 190 ұстайтын. Қалай жүргілеріңіз келсе, короче, сіздер бүйтесіздер. Мына жақта стрелканы баса бересіздер, сол кезде сіздерде скорость қосыла береді. Короче, сол дейді. Достар, бүгінгі видео осы. Егер де видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетейік. Смело 100 лайк жинап тастайық. 100 лайк немесе 50 лайк жинап тастайық. Сол кезде бізде келесі видео шығатын болады деп айтпай ақ қойын. Бізде әр күн сайын видео шығады, сондықтан лайк басып каналға жазып кетіңдер. Бүгінгі видео қысқа болса да сіздерге өте түсінікті болған шығар деген ойдамын. Егер де бір нәрсе түсінікті болмаса, комментарийден сұрап көріңіздер, мен сіздерге ответ беруге тырысамын. Ендеше сендермен болған мен Ернар, қош сау болыңдар. Давайте.